Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сковородкада осындай өте тойымды тағам әзірлейміз. Рецепті бастамастан бұрын каналыма тіркелуді және қоңырау белгісін басып все дегенді таңдауларыңызды өтінемін. Ең алдымен бір шағын күлше қамыр илейміз. Барлық ингредиенттерді мен көз мөлшерімен қостым. Бізге осындай өте қатты қамыр илеу керек. Қамырды целлофанға салып 10 минутқа демалдырып қоямыз. Енді көкөністерді осы дәл видеодағыдай тураймыз. Картопты тураймыз. Болгар бұрышын майдалап тураймыз. Жуанын тураймыз. Сәбізді үккіштен өткіземіз. Нанымызды бір басып, тағы да 5 минут целлофанға қоя тұрамыз. Қамырымызды өте жұқа етіп жаямыз. Қамырымызға шамалы өсімдік майын жағамыз. Салмамызды қамырдың үстіне біркелкі етіп жаямыз. Салманың құрамында менде тартылған сиыр еті және жуа. Өз талғамым бойынша қара бұрыш және тұз қостым. Енді орама нанымызды бөлшектерге бөлеміз. Бөлшектеріміздің енін өзіміздің сковородкамыздың биіктігіне қарай кесеміз. Табамызды ысытып, шамалы сұйық май қоямыз және осы бөлшектерді екі жанынан қызартып қуырып аламыз. Ысып тұрған майымызға көкөністерді кезек-кезек қуырамыз. Көкөністеріміз қуырылғаннан кейін қуырылған орама нанымызды осылай сковородканың ішіне салып, қайнап тұрған ыстық судан шамалы құямыз. Тұзын көреміз, дәмін және сковородканың бетінің қақпағын жауып, баяу отта жарты сағат пісіреміз. Мінекей достар, біздің өте дәмді және өте тойымды тағамымыз дайын болды. Бұл тағамды халықта ленивый пельмени деп атайды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл өте дәмді тағам. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.